Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la kıybatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. Barlık maqtav, bükül maqtav alemderdin Rabbisi Allah subhanahu wa ta'alaga bolsun. Hürmetli jeli koldanuvchilar, birinchi özümdi tanıştırıp öteyin. Men Nurgali Baydulat Kudaybergenұлы, Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы, Баймырза ауылының бас имамы қызметіндегі бір жұмырбасты пендемін. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз исламдағы бала тәрбиесінің маңызы туралы болмақ. İslam dini adamның дүниелік һәм ақыреттік мүдделерін толық қорғайды. Сондықтан адам баласы бірінші бала тәрбиесіне қатты мән беру керек. Ата-ананың баласының алдындағы үш түрлі міндеті бар. Соның біріншісі балаға жақсы туылғанда жақсы ат қою. Анау күшікбай, мысықбай, тышқанбай, андайбай, мындайбай демей, тәмерис, андай-мындай демей, балаға ана еліне қызмет қылған, дініне қызмет қылған, елін қорғаған, жерін қорғаған батырлардың, батыр аналардың аттарын қою керек. Сонда бала өскенде сол атқа қарап бой түзейді екен. Неге менің атымды бұлай қойды? Ол жай емес. Ол есім неге маған берілді? Маған сондай болсын деп берілді ғой деп, сол атына қарап бала бой түзейді екен. Екінші, балаға жақсы тәлім тәрбие беруде ата-ананың мойнындағы міндеттерінен екен. Үшінші, ұл бала болса жақсы жерден қыз әперу. Қыз бала болса құтты орнына қондыру да әке шешенің мойнындағы міндеттерінен екен. Енді қазір көпшілігіміз шындығы керек сөздің баланың еркіне жібереміз де, бала ертең біреумен кафеде танысады. Анда танысады, мұнда танысады, интернет арқылы танысады, сосын бір қуғынбай дейін ақ біледі. Мен осыған тием дейді. Қыз балаңыз мысалы. Сен о баланың қандай екенін, қайдан шыққан бала екенін, ол ойнастан туылған бала ма, зінадан туылған бала ма, ұры ма, қарақшы ма білмейсің ғой. Шетінен түріне қарағанда бәрі жылтыр. Жылтырағанның бәрі алтын емес. Сондықтан бір жақсы жерге ұзату әке ананың шешенің мойнындағы міндеттерінен. Өзің танитын, араласып жүрген бір жақсы жерге ұзату ата-ананың мойнындағы міндетінен екен. Егер бала бой жетіп дейді, бала ер жетіп дейді. Ер жетіп тәлім тәрбие алмай, тәлім тәрбие алмай. Сол бала өскенде бір күнәға бой алдыратын болса дейді. Зina істейтін болса, ойна істейтін болса, соған қиямет күні әкесі жауап береді дейді. Ал ендеше. Енді Алла Тағала тәрбие туралы Құранда былай деп баян қылады. Астауз билля, я айюхалладина аману қу анфусакум ва ахликум нару ва қудухан насу вал хиджара. Ва иман келтіргендер дейді. Өздеріңді және отбасыларыңды отыны, тамыздығы дейді, отыны, адамдар мен тастар болған оттан, тозақтан құтқарыңдар дейді. Осы аятты төрт халифаның төртіншісі Хазіреті Али ибн Аби Толиб, Алла оған разы болсын, бізге
былай түсіндіреді. Оларға ғылым білім үйретіп, әдепке баулыңдар деп түсіндірген. Ал бұл аятты Хасан Басри болса, былай түсіндірген. Аллаға мойынсұнуға бұйырып, баланы ізгілікті үйретіңдер деген. Балаға жақсы тәрбие беру туралы пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мынандай өсиеттері бар. Ра хакиму ан ибн Аббас ан наби саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Ифтаху аля сибьяникум аувала калиматин била илаха иллаллах ва лақинухум инда ал-маути ла илаха иллаллах." Хакимнің Ибн Аббастан рауият еткен хадисінде пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сәбилеріңнің алғашқы сөзін ла илаха илlalлахмен ашыңдар, әрі өлер кезінде оларға ла илаха илlalлахты айтқызыңдар деген. Имам Ахмадтың Муснады және Абу Дауудтың Сунан кітаптарында Әмір ибн Шуайбтың әкесінен, әкесі атасынан рауият еткен хадисінде Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, балаларыңа дейді, 7 жастан бастап намаз оқуды бұйырыңдар дейді. 10 жасқа келгенде оқымаса ұрып оқытыңдар, және олардың төсектерін бөлек етіп салыңдар дейді. 10 жастағы балалардың уже төсектерін бөлек салыңдар дейді. Қазақтар көп балалар бәрін бір-бірін жатқыза береді, қатар бір бөлме. Олай емес, жатақтарын олардың бөлек деп жатыр хадисте. Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бірде Абу Бәкір қызы Әсмаға, разиаллаху анху, Алладан разы болсын, уа Әсма дейді, Абу Бәкір айтып отыр қызына, әйел балиғат жасына жеткен кезде оның мына мүшелерінен басқа жерлерінің көрінуі дұрыс емес дейді. Дұрыс болмайды деп қолдары мен жүзіне ишарат еткен екен. Жүзі және мына қолы бөгде адамдарға көрінуге болмайды екен шариғат бойынша. وفي معجم طبراني عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنفس ساع على المساكين. Al endişe. Tabarani'nin muğcamında Jabir ibn Sumra'dan etken hadiste Allah'ın elçisi, oğan Allah'ın salavatı men səlemi bolsun, біреулерінің туған баласына әдеп үйретуі, оған әрбір күні дейді, жарты сақ бір уыс бидай немесе құрманы садақа еткеннен де сауабы көбірек деп жатыр. Байхақидің Абу Сағид пен Ибн Аббастан еткізген хадисінде Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімнің баласы туылса дейді, кімнің баласы дүниеге келсе, оның есімін жақсы қойсын дейді. Әдебін жақсартсын, балиғатқа жеткен кезінде оны үйлендірсін дейді. Егер балиғатқа жеткенде үйлендірмей, ол күнәға батса, оның күнәсі әкесіне деген. Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, әкенің баланың алдындағы міндеті жазу сызуды үйрету дейді балаға. Және садақ атуды үйрету. Және әрі жақсы етіп тәрбиелеу әкенің мойнындағы міндеттерінен екен. Қалды Наби саллаллаху алейхи ва саллям: أدبوا أولادكم على 3 خصال дейді. حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوته القرآن فإن حملة قرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله дейді. Пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай деген:
балаларыңды 3 түрлі қасиетке баулыңдар дейді. Пайғамбарларыңды сүюге дейді. Оның әулетін сүюге және Құран оқуға дейді. Шындығында Құранды көтергендер, жатқа білгендер, ешқандай көлеңке болмайтын күні, қиямет күні Алланың аршысының көлеңкесінде болады деген екен. Сондықтан қазір балаларымызды біз ақшаны көп табатын жақсы жерлерге береміз. Баланың, әке шешенің балаға берер ең үлкен сыйы ол дейді, доллар емес дейді. Ол евро емес. Ол қымбат көлік емес. Ол бір жақсы қызметке тұрғызу емес. Ол дейді, балаға берер ең үлкен сыйы ата-ананың ол тәрбиесі дейді. Тәрбие дейді. Басқа риwаятта Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, балаларыңа жүзуді, садақ атуды, ал әйел баласына тоқуды үйретіңдер деген. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الشام أي علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية. Әділетті халифа Омар, Алла оған разы болсын, Шам еліне жазған хатында былай деген екен: өз балаларыңа садақтан оқ атуды, суда жүзуді және атқа мінуді үйретіңдер деген екен. Пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Абу Хурайрадан жеткен хадисінде былай дейді: шежірелеріңнен туыстық қатынастарыңды жалғайтын нәрселерді үйретіңдер дейді. Қазір кейбір жастардың көбісі қалада нағашы мен жиенді айырамай жатады. Нағашы деген кім? Жиен деген кім? Бөле деген кім? Айырамай жатады. Сондықтан шежірелерінен туыстық қатынастарыңды жалғайтын нәрселерді үйретіңдер дейді. Үйреніңдер. Шындығында туыстық қатынасты жалғау әулетке сүйіспеншілік әкеледі. Малға өсім, ғұмырға ұзақтыққа келеді екен. Қазір қазақта өте не бар? Жетата деген бар. Жетата деген бар да. Жетатаға бірінен қыз алмайды рулар. Анау қан тазарады екен ғой, қан тазарады. Қан айналады. Сонда пайғамбардың хадисі бар. Үйленетін болсаңдар дейді, алыстан алыңдар дейді. Салауат, аман боласыңдар дейді. Салауат деген аман боласыңдар дегені, анау қан айналмаса, екі ата, үш атадан қосылса, не болады? Мутант неше түрлі балалар дүниеге келеді. Кем тар балалар. Сондықтан басқа рудан кішкене алыстан алыңдар дейді. Алыстан деген енді анау Атыраудан, Ақтөбеден барып емес, басқа рудан деген сөз. Басқа атадан деген сияқты ғой. Пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, араб тайпалардың шежіресін пайғамбарымыз өте жақсы білген. Және пайғамбардың өте сүйікті досы Абу Бәкір Сыддық, оған Алла разы болсын, шежіренің сол заманында шежіренің білгірі болған. Бухари өзінің сахихында Ибн Омардан Алланың елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай дегенін риwayat еткен: сендердің әрбірің бақташысыңдар дейді. Әрбір адам бақташы дейді. Бәрің де өз қол астыңдағыларға, отарларыңа жауапкерсіңдер дейді. Әмірші, әкімдерді, мысалы ауылдың әкімдері сол ауылға жауапкер. Аудан әкімі сол ауданға жауапкер. Қаланың әкімі сол қаланың тұрғындарына жауапкер. Облыс әкімі бүкіл облыс тұрғындарына жауапкер дейді. Қиямет күнінде жауап береді. Әмірші адамдарға бақташы, ол сол отарына жауапкер болады.